Әлемдегі ең ұзын 10 көпірдің ішінде екінші орында Тайвань болса, бірінші орындағыны 99% адамдар біле бермейді. Ежелгі заманнан бүгінгі күнге дейін көпірлер адамдардың өмірімен тығыз байланысты болды. Қытайдағы арка көпірлерінен Америка құрама штаттарындағы алтын қақпа көпіріне дейін, Таиландтағы магистральдардан Филиппиндегі күрделі жол айырбастауға дейін бұл көпірлер қалалар мен аймақтарды байланыстырып қана қоймайды. Сонымен қатар олар қазіргі замандағы адамдардың инженериядағы үлкен жетістіктерін де көрсетеді. Бүгін әлемдегі ең ұзын 10 көпірлерді бірге қарастырайық. Біздің төрт төңірек каналымызға келгендеріңізді қарсы аламыз. Төрт төңірек каналымыз сіздерге әр апта сайын мәнді де мағыналы ғылыми ақпараттарды жеткізіп тұрады. Тезірек каналымызға тіркелу арқылы осы қазақша каналымызды қолдап қуаттап қойыңыз. 10-ші Гонконг-Чжухай-Макао көпірі. Гонконг-Чжухай-Макао көпірі 9 жылға жуық құрылыстан кейін 2018 жылдың қазан айында ресми түрде ашылды. Оны британдық Guardian қазіргі әлемнің 7 кереметінің бірі деп атаған. Көпір шығыстағы Гонконг халықаралық әуежайынан және оған жақын орналасқан Гонконг портының жасанды аралынан басталып, батысқа қарай оңтүстік Қытай теңізінің Линдинян суларын кесіп өтіп, Чжухай мен Макао жасанды аралдарын жалғап, Чжухай-Хунвань қиылысында аяқталады. Бұл Гонконг пен Макао мен материктік Қытай арасындағы стратегиялық байланыс. Көпір мен туннелдің жалпы ұзындығы 55 шақырым, оның негізгі көпір палубасы 22,9 шақырымды құрайды. Көпір палубасы екі жақты 6 жолақты жедел жол болып табылады. Жалпы инвестиция көлемі 126,9 миллиард юаньді құрайды. Бұл көпірдің қымбат болуының себебі құрылыс барысында көптеген техникалық қиындықтар туындайды. Мысалы, көпірдегі көліктердің қауіпсіз жүріп тұруын және көпір астындағы үлкен жүк кемелерінің көпірмен бөгелмей бірқалыпты өтуін қамтамасыз ету үшін бұл инновациялық көпір бірқатар арқанды көпірлерден, теңіз астындағы туннелдерден және 4 жасанды аралдан істелген. Бұл терең су бұрғылау және сейсмикалық оқшаулау, сондай-ақ жасанды аралдарды салу сияқты бірқатар техникалық мәселелерге әкелді. Материктік Қытайдан айырмашылығы, қозғалыс жолақтары біркелкі қозғалысты қамтамасыз ету үшін бір-бірімен қиылысуы керек. Сондықтан Гонконг-Чжухай-Макао көпірі өзінің үлкен құрылыс ауқымы, бұрын-соңды болмаған құрылыс қиындығы және жоғары деңгейлі құрылыс технологиясымен әлемге әйгілі. Және көпір индустриясының Эвересті ретінде белгілі. Гонконг-Чжухай-Макао көпірі көлік қозғалысы үшін ашылып, құрылысы аяқталғаннан кейін Гонконгтан Чжухай, Макао және Гуандундағы жағалаудағы қалаларға бару үшін бар болғаны ондаған минуттар қажет болды. Бұл бұрынғыға қарағанда 3 сағаттан көп қысқарды. Ол үлкен шығанақ аймағының экономикалық дамуына ықпал етуде маңызды рөл атқарды. 9-ші Тимбурон Кросс теңіз көпірі. Тимбурон көпірі оңтүстік шығыс Азиядағы ең ұзын теңіз көпірі болып табылады. Оның жалпы ұзындығы шамамен 30 шақырымды құрайды. Ол Брунейдің ең көрнекті ұлттық жаңғырту символы ретінде белгілі. Бұл Бруней тарихындағы ең ірі инфрақұрылымдық жоба ғана емес, сонымен қатар әлемдегі ең ұзын толық құрастырмалы көпір және оңтүстік шығыс Азиядағы ең ұзын теңіз көпірі. Тимбурон көпірі ашылғанға дейін Тимбурон көлік қозғалысына байланысты шектелген және Тимбуронг ауданы мен Бруней Муара ауданы бір-бірінен теңіз арқылы бөлінген анклав сияқты болды. Адамдар екі жер арасында жүру үшін тек су арқылы немесе Малайзия шекарасын кесіп өтіп жүрді. Дегенмен бір жақты қайықпен жүру 2 сағатты алады. Егер сіз Малайзияны айналып өтіп, жердегі кедендік ресімдеу, сонымен қатар шекаралық тексеру, кедендік декларация және басқа процедуралардан өтсеңіз, бүкіл процесс 4 сағатты алады. Тимбурон теңіз көпірі 2020 жылы қозғалыс үшін ашылғандықтан, Бруней Муара мен Тимбуронг арасындағы жол бастапқы 2 сағаттан 15 минутқа дейін қысқарды. Бұл Тимбуронг ауданының әлеуметтік экономикалық дамуы үшін өте маңызды. Дегенмен Тимбурон Кросс теңіз көпірін салу оңай болған жоқ. Әсіресе көпір теңіз жағасындағы толқындардан дамымаған тропикалық орманға дейін созылған. Ең маңыздысы, бұл жоба Тимбуронгтың қоршаған ортаны қорғау аймағында орналасқан. Құрылыстың қоршаған ортаға тигізетін әсерін барынша азайту үшін құрылыс ұжымы балық аулау әдісі құрылыс технологиясын шығармашылықпен қабылдады. Яғни барлық механикалық құрал жабдықтары бар. Нөлдік қону әдісімен қоршаған ортаға тигізбей тропикалық орман өсімдіктерін бұзбайды. Бұл көпірге көпір салумен тең десек, артық айтқандық емес. Ол кезде мұндай ауқымды балық аулау әдісімен жасалған құрылыс әлемде алғашқы рет болатын. Көптеген қиындықтардан кейін Тимбуронг Кросс теңіз көпірі аяқталғаннан соң көпірдің екі жағында әлі де жап-жасыл ормандар болды. Бруней Тимбуронг көпірі Тимбуронг ауданы мен Бруней материгі арасындағы ең жылдам өтуге болатын өткелге айналды және Тимбуронг ауданының әлеуметтік экономикалық дамуы үшін өте маңызды. 8-ші Ханчжоу шығанағы теңіз аралық көпірі.
Ханчжоу шығанағындағы теңіз көпірі Шығыс Қытайдағы экспресс және ұлттық жолдардың маңызды байланыс бөлігі болып табылады. Ұзындығы 36 шақырымды құрайтын бұл 6 жолақты мұхитаралық көпірі әлемдегі ең ұзын мұхитаралық көпірлердің бірі болып табылады. Солтүстіктегі Цзясин қаласынан басталып, оңтүстігіндегі Цикси қаласына дейін алға-артқа қатынайтын көліктер асығыс сапарында теңіз бен аспанның тамаша көрікті көріністерінің куәсі болады. Ханчжоу шығанағындағы теңіз көпірінің құрылысы үлкен жоба болып табылады. Ол тайфун қаупі бар аймақта орналасқан және жол бойында кез келген уақытта атқылауы мүмкін табиғи газдар бар. Түрлі табиғи географиялық факторлар бұл көпірдің құрылысын өте қиындатқан. Құрылыстың барлық жоспары 700-ден астам отандық және шетелдік инженерлік мамандардың 120-ға жуық технология бойынша 9 жылдық зерттеулер мен талқылауларынан кейін ақыры түпкілікті тұрақтанды. Жобаның құны 1 миллиард ақш долларына жетті. Көпірде барлығы 2,5 миллионға жуық текше метр бетон және 820 мың тонна түрлі болат қолданылды. Жобаның ауқымы өте үлкен. Ханчжоу шығанағы кросс теңіз көпірі аяқталғаннан кейін Нимбодан Шанхайға дейінгі жердегі тасымалдау қашықтығы 120 шақырымға қысқарды, ал жол жүру уақыты 4 сағаттан 2,5 сағатқа қысқарды. Бұл тасымалдау шығындарын айтарлықтай азайтты және тасымалдау тиімділігін арттырды. Ол көлік қозғалысы үшін ашылғаннан кейін, ол арқылы бірінші жылы одан күніне шамамен 50 мыңға жуық автокөлік қатынап тұрды. Сонымен қатар, көпір Янсы өзенінің атырауы аймағының көлік схемасын жақсартып, Янсы өзенінің атырауы аймағына ыңғайлы және тиімді көлік желісін құруға көмектесті. Барлығына бір-біріне қарамастан жақын қарым-қатынастарды дамытуға мүмкіндік берді және аймақтық тасымалдауды жақсы жүзеге асырды. 7-ші Кувейт шығанағы көпірі. Бұл Жібек қаласы мен Кувейт қаласын байланыстыратын теңіз көпірі. Американдық автомобиль жолдары және көлік қауымдастығы әзірлеген. Өте ерекше кабельді иконикалық мұнара әрқашан Кувейттің дәстүрі мен стилі болып табылатын дәстүрлі желкенді кеменің көрінісін еске салады. Бір қызығы, бұл мұнараның биіктігі 151 метрге жетеді. Бұл стандартты зәулім ғимараттың биіктігімен бірдей. Бұл Кувейт мұнарасымен шамамен бірдей биіктік болып, Кувейттегі өте танымал белгінің бірі болды. Бұл көпірдің құны 3,6 миллиард ақш долларына жетті. Бүкіл көпір 2 жобаға бөлінді. Біреуі 36,4 шақырымдық магистральдық желі, екіншісі 12,4 шақырымдық тармақ болды. Бұл көпірдің құрылысына кемінде 7-ден астам ел қатысқаны және оның құрылысына 20 елден 22 мыңнан астам жұмысшы тартылғаны, тағы оған 6 жыл уақыт қажет болғаны айтылады. Әрине, Кувейт шығанағы көпірі 2019 жылы қозғалыс үшін ашылғаннан бері Кувейт қаласы мен Жібек қаласы арасындағы қашықтықты 104 шақырымнан 36 шақырымға дейін қысқартты. Сонымен қатар жылдамдық шегі де айтарлықтай жоғарылады. Екі қала арасындағы жол жүру уақыты кенеттен 3 сағаттан 30 минутқа дейін қысқарды. Ең қызығы, көпірді салу кезінде экологиялық қауіптер де ескерілді. Мысалы, көпір бар табиғи ортаны кесіп өту үшін қажет пе деген мәселелер. Айтуларынша, көпір салынып жатқанда теңіз жануарларының тіршілік етуіне және көбеюіне мүмкіндік беру үшін көпір салынатын аймақтан алыс жерде арнайы жасанды рифтер орнатылған. Көпір керемет көрінгенімен, ол бөлшектерге үлкен назар аударады және өте қатал және нәзік сезімге де ие. 6-шы Атчафалая бассейндік көпірі. Атчафалая бассейндік көпірі ақш-тың Луизиана штатында орналасқан, ұзындығы 36,7 шақырымды құрайтын көпір. Атчафалая бассейні мемлекетаралық 10-шы тас жолының бөлігі болып табылады. Ол 1973 жылы қозғалыс үшін ашылғандықтан, ол Америка құрама штаттарындағы ең үлкен сулы батпақты жерлерді қамтиды. Батон-Руж мен Лафайетті байланыстырады және Америка құрама штаттарының шығысы мен батысын байланыстыратын түйін болды. Бұл екі жер арасындағы коммерциялық тасымалдау мен сауданы дамытады және аймақтық экономикалық дамуды айтарлықтай ынталандырады. Сонымен қатар, бұл аймақты дауыл жиі соғып тұратындықтан, көпір эвакуацияның негізгі жолдарының біріне айналды. Бірақ таңғаларлық, бұл көпірдің әр бағытта 2 жолағы бар және иығы жоқ. Егер сіз онымен жүрсеңіз, әдемі табиғатқа беріліп кетпеңіз, абай болыңыз. 5-ші Панчартрейн көлі көпірі. Панчартрейн көлі көпірі ақш-тың Луизиана штатындағы Панчартрейн көлінде орналасқан. Ол Жаңа Орлеан мен Мандевильді байланыстырады. Бұл әлемдегі ең ұзын су көпірі. Оның жалпы ұзындығы 38,4 шақырым. Оның 12,8 километрі сіз тек суды көресіз. Ол көпір көлдің дәл ортасынан өтеді. Панчартрейн көлі көпірі 2 параллель көпірден тұрады. Бірінші көпір 1956 жылы аяқталып, көлік қозғалысы үшін ашылды. Ал екінші көпір 1969 жылы аяқталып, көлік қозғалысына ашылды. Жарты ғасырдан астам уақыт бойы бұл екі жер арасындағы маңызды көлік байланысы болды.
Алдыңғы көпір сияқты Панчартырейн көлі көпірінің құрылысының да өзіндік қиындықтары болды. Көлдің түбіндегі жұмсақ топырақ іргетастың дәстүрлі әдістерінің мүмкін еместігін білдіреді. Сондықтан инженерлік топ жолды тіреу үшін көлдің түбіне көп мөлшерде бетон қадаларын салу керек. Сонда ғана жол жабынын тіреп туралады. Дегенмен көптеген дауылдардың шабуылы бізге бұл архитектуралық дизайнның сәттілігі Америка Құрама Штаттары тарихындағы ең жойқын дауыл болған Катрина дауылымен кездескеннен кейін көпірдің іргетасы әлі күнге дейін бұзылмағанын дәлелдеді. Қазір үкімет негізгі құрылымды одан әрі нығайтудан, қауіпсіздік жолақтарын қосудан, қоршауларды жақсартудан және тіпті көптеген жылдардан кейін Панчартырейн көпірінің маңыздылығын арттырудан басқа, оны жаңарту жоспарларын белсенді түрде талқылауда. 4-ші Манила мегаполисінің биік жолы. Манила мегаполисінің биік жолы Филиппин Манила қаласындағы жоғары тас жол жүйесі. Жобаның бірінші кезеңі 1990 жылдары ашылған. Жалпы ұзындығы әзірге шамамен 39,2 шақырым. Қазіргі уақытта бұл экспресс жолдың Маниладағы жол қозғалысы үшін дәуірлік маңызы бар. Бұрынғы уақытта Макати қаласынан Кесон қаласына дейін бір ғана негізгі жол болған. Ол негізгі іскерлік аудандар, тұрғын аудандар, тіпті Ниной Квиноне халықаралық әуежайына дейін болған. Алайда бұл негізгі жол апатты жағдайда нашар басқарылып, жыл бойы көлік кептелісі болып, халықтың да, үкіметтің де басын ауыртты. Макатидан Кесонға дейінгі қашықтық небәрі 15 шақырымды құрайды және әдетте 50-ден 60 минутқа дейін уақыт алады. Егер сіз кездейсоқ жаңбырға тап болсаңыз, немесе үлкен іс-шараны немесе басқа ерекше жағдайларды өткізсеңіз, 2 сағат бойы кептелісте қалуыңыз мүмкін. Манила көтерілген жолы, бұл үлкен жоба Маниланың солтүстік-оңтүстік жолындағы ауру кептелісін түбегейлі жоғалтты деп айтуға болады. Енді солтүстік Лузон экспресс жолынан оңтүстік Лузон экспресс жолына дейінгі жол жүру уақыты 3 сағаттан 20 минутқа дейін қысқартылды, және Макатиден Кесонға дейін бар болғаны 15 минутты алады. 3-ші Маннар жоғары қарқынды тас жолы. Таиландтың Бангкок қаласындағы Маннар жоғары қарқынды тас жолы әлемдегі ең ұзын жол көпірі болып табылады. Ол Бангкоктың шығысынан Чонбуриге дейін созылып жатыр. Жалпы ұзындығы 54 шақырым және жүк көтергіштігі 3,840,000 тонна. 2000 жылы Таиланд үкіметі Бангкок айналасындағы қалалық көлік қысымын жеңілдету үшін бұл көпір құрылысы жобасын 2005 жылы іске қосып және ресми түрде көлік қозғалысы үшін ашты. Жоғары қарқынды жолға дайындалған сегменттерген қорап арқалық конструкциясы қолданылды. Бұл технология сол кездегі тиімділік пен шыдамды мерзімділік жағынан бірінші деңгейде болды. Барлық жол бойынша шамамен 1800 тірек бар. Олар тас жолдың 1900 тәуелсіз аралығын тіреу үшін пайдаланады. Әр аралығы шамамен 41 метрді құрайды. Бүкіл жобаның ауқымдылығына қарамастан, жобалау және құрылыс процесінде қоршаған ортаға әсері толығымен ескерілді. Тіпті құрылыс шуының жақын маңдағы тұрғын үйлерге әсерін азайту үшін акустикалық тосқауылдар мен дыбысты жұтатын асфальт сияқты технологияларды қолданылды. Сонымен қатар, жоғары көтерілген тас жол дизайнды таңдау жобаның ізін айтарлықтай азайтады және кең ауқымды жерді сатып алуды болдырмайды. 2-ші Чанхуа Каосюн эстакада. Чанхуа Каосюн эстакада Тайваньдағы Чанхуа округі мен Каосюн қаласын байланыстырады. Жалпы ұзындығы 157 шақырым болатын көпір, 2007 жылы салынып біткен дүниедегі екінші ұзын көпір. Тайвань жоғары жылдамдықты темір жолының бөлігі ретінде Чанхуа Каосюн виадукты көпірді жобалау кезінде Тайваньның ерекше жергілікті геологиялық жағдайларын толығымен ескерді. Табиғи түрде жер сілкінісіне төзімді темір жол көпірі ретінде жобаланған бұл пойыздарды жер сілкінісі кезінде қауіпсіз тоқтатуға және жер сілкінісінен кейін барынша жөндеуге мүмкіндік береді. 8 жыл ішінде 200 миллионнан астам жолаушы осы пойыз жол арқылы қатынап тұрды. Бұл Тайваньның темір жол қызметтерін одан әрі кеңейтуге жол ашты. Адамдардың жол жүру уақытын айтарлықтай қысқартты және экономикаға күшті серпін берді. Сонымен қатар, бұл көпірдің айналасы да өте керемет. Кейбір адамдар бұл пойызға тек табиғат көрінісін көру үшін ғана арнайы отырады. 1-ші орынды ие болған Данкун көпірі. Дүние жүзіндегі ең ұзын көпір Данкун көпірі. Толық аты Даньян Куньшан көпірі. Бұл жалпы ұзындығы 165 шақырым және салмағы 4500-ден астам 900 тонналық қорап арқалықтарынан тұратын Пекин-Шанхай жоғары жүрдек темір жолындағы эстакада. Максималды ені 80 метрге жетеді. Көлікпен өтуге 2 сағат кетеді. Жалпы инвестиция көлемі $920 миллион құрайды. 2011 жылы бүкіл желі ресми түрде пайдалануға берілді. Бұл үлкен көпір заманауи инженерияның нағыз кереметі.
Ол қиылысатын жолдар желісі бар экономикалық дамыған ауданда орналасқандықтан, көпір 180-нен астам әртүрлі типтегі жолдарды, соның ішінде автомобиль жолдарын, темір жолдарды және су жолдарын қамтуы керек. Заманауи жүрдек темір жол көпірінің мақтанышқа толы қалпы оңтүстік Цзянсу жерін түгел қамтиды. Ол 450 мың тоннадан астам болат пен 2,3 миллион текше метр бетонды пайдаланды. Оның ауқымдылығына қарамастан, бүкіл жоба 4 жыл ішінде аяқталды және Данкун көпірі қазір көлік желісінде маңызды рөл атқарады. Ол тек тасымалдау тиімділігін арттырып қана қоймай, сонымен қатар аймақтық байланысты арттырып, экономикалық өсуді ынталандырды. Ол қолдайтын жоғары жылдамдықты темір жол жыл сайын миллиондаған жолаушыларды тасымалдап, оларға ыңғайлылық, тиімділік және бірегей саяхат тәжірибесін ұсынады. Міне, осы эпизодты бақылауымыз аяқталды. Осы бөлімнен алған білім сізге ұнайды деп үміттенемін. Видео жаман емес деп ойласаңыз, видеоның төменгі жағындағы лайк басуды ұмытпаңыз. Және осы арнаға жазылыңыз, және хабарландыруларды алу үшін қоңыраушаны ашыңыз. Көргеніңіз үшін көп рахмет.